Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге энергетикалық сусындардың зияны туралы айтпақшымын. Жалпы энергетикалық сусындарды күнделікті ішетін болсаңыз, ағзада ауқымды мына 4 өзгеріске алып келеді. Алдымен жүрекке ақау алып келеді. Себебі бір банка энергетикте 2 еселенген кофенің көлеміндей кофеин бар. Және де 10 кубикке жуық қант бар. Ал бұл дегеніміз жүректегі ритм бұзылысына, яғни жүректің ырғағының бұзылысына алып келеді. Оны медицина тілінде аритмия деп атайды. Екінші, тісіңізді зақымдайды. Энергетикалық сусын ішіндегі қышқылдар тіс эмалін бұзып, тісіңіздің сезімталдылығын бұзады. Үшінші әсер ететін орган ол бүйрек. Егер де энергетикалық сусынды күнделікті ішетін болсаңыз, бүйрекке қысым түсіп, созылмалы бүйрек ауруына дейін алып келуі мүмкін. Ал ол қайтымсыз процестердің бірі. Ал төртінші, ұйқы бұзылысына алып келеді. Энергетикалық сусын құрамындағы кофеин ұйқы циклін, яғни ұйқы кезеңін бұзып, күні бойы шаршаңқы, әлсіз болып жүруге алып келеді. Ал егер ұйқы бұзылатын болса, ағзада бөлінетін гормондар дұрыс бөлінбей, гормональды сбой, яғни ақауға дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан да энергетикалық сусындарды көп ішпегендеріңіз абзал. Егер видео пайдалы болған болса, бұл видеоны энергетикалық сусындар көп ішетін таныстарыңызға, достарыңызға жіберіңіз.